Қазір бізде көп қыздар бар, даже жас кезінен бастап етекірім кешігіп жатыр, не істесем болады. Нормасы бұл 28 күнде етекір келіп тұру керек. 28 қосу 7 бұл 35 күнге дейін етекір кешігу қалыпты. Спиральді алғаннан кейін етекір кешігуі мүмкін. Сондықтан қай уақытта етекір кешіксе біз емдеп басталу керек. Гормонның өзінің таптыру уақыты болады. Қосымша D3 міндетті түрде. Кімде гормональды фон дұрыс емес, олар D3 міндетті түрде жүрек. Витамин Е обязательно барлық әйелге керек бұл витамин Е. Гормон ішкен кезде міндетті түрде қанды сұйылтатын элементарно хотя бы аспиринді 1/4 бөлігін ішесіз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Бүгінгі осы видео только қыздарға арналады. Так что кім менің YouTube каналымда ер азаматтар бар, жалпы менің бүкіл видеом қыздарға арналады. Сондықтан мен еркектердің мүлдем көргенін қаламаймын. Біріншіден, даже тыңдағанды да қаламаймын. Себебі басында мен жаққа төбе деген қарасаңыздар запрет қойып қойғам, ер азаматтарға болмайды деген. Поэтому егер сіз менен ұялмаңыз, сырттағылардан ұялмаңыз, жарайды жасырыңыз. Но Аллахтан ештеңе жасыра алмайсыз ғой. Сол себептен еркек екеніңізді біліп тұрсыз ба? Значит, бұл видео сізге рұқсат етілмегенін біліп тұрсыз ба? Жай ғана шығып кетіңіз. Себебі бұл сізге рұқсат етілмеген. Бұл әйелдерге арналады. Жалпы менің барлық видеом әйелдерге, түсінікті ме? Себебі әйел азаматтарды дамыту мақсатында. Еркектер так біледі да. Сіздерге қатысы жоқ. Ендеше бүгінгі тақырып бізде неге етеккір кешігеді? Міне. Қазір бізде көп қыздар бар, даже жас кезінен бастап етеккірім кешігіп жатыр, не істесем болады. Кеше мен басқа қалаға бармын, етеккірім кешікті, неге кеше 3 күн кешікті, 10 күн, 1 ай, 1 жыл, ары қарай 2 жыл, 3 жыл, сосын вообще келмей қойды деген сияқты мәселемен келеді да. Неге етеккір кешігеді? Оның бірнеше себебі бар. Біріншісі ол физиологиялық тұрғыдан, яғни қалыпты жағдайда кешігу, екіншісі қалыпсыз кешігу, яғни дұрыс емес кешігу болып есептелінеді. Қай уақытта бізде дұрыс етеккір кешігу мүмкін? Жалпы етеккір нормасы бұл 28 күнде етеккір келіп тұру керек. Сол 28 күнге плюс 7 күн, минус 7 күн қосып отырасыз. Яғни 28 қосу 7 бұл 35 күнге дейін етеккір кешігу қалыпты, ал минус 7 күн бұл 21 күн аралықтағы етеккір бұл да қалыпты болып есептелінеді. Түсінікті ме? Сондықтан сіз соған қарай тексеріп отыруыңыз керек. Сонымен қатар етеккір физиологиялық тұрғыда, яғни қалыпты жағдайда кешігеді. Егер сіз қандай да бір укол дәрі-дәрмектер қабылдаған болсаңыз, егер сіз массаж немесе жаңағыдай процедуралар қабылдаған болсаңыз, не обязательно, что тек қана массаж, жалпы сіз денеңізге қандай да бір операциялар болған болатын болса, немесе сіз климат ауыстырсаңыз, яғни бүгін мысалы мен Шымкент қаласында, ертең мен Астанаға барамын, или болмаса басқа шетелге барамын, или басқа жаққа барамын. Мұны осындай жағдайда сізде етеккір қалыптыда кешігуі мүмкін. И сонымен қатар стрессіңіз. Например, нормально жүрдіңіз, бірақ осы айда конкретно стресс болды, что сіз жаңағыда біраз қиналдыңыз, вот жылап қалдыңыз, бірдеңе болдыңыз сияқты. Сол кезде вот етеккір максималда 7 күнге дейін кешігуі мүмкін. Бұл қалыптыда. Ал басқа жағдайда ол нормада болу керек. Сонымен қатар спиральді алғаннан кейін етеккір кешігуі мүмкін. Түсінікті ме? Енді, егер қай уақытта етеккір кешіксе, біз емдеп басталу керек, тексеріліп бастау керекпіз да. Етеккір сізде уже кешігу уақыты жиілеп кетсе, мысалы 1 ай, 2 ай, 3 ай нормально келеді, 4-ші ай кешігеді. Тағы да 4-5 ай бір нормально келеді, тағы да кешігеді. Осылайынан жүретін болсаңыз, онда сіз міндетті түрде тексеріліп бастау керексіз. Себебі ары қарай поликистозға айналып кетпеу үшін. Одан бөлек сізде етеккір кешігеді, потому что гормональды бұзылыс дұрыс емес. Яғни эстроген гормон жетіспеуі мүмкін, тестостерон гормон жетіспеушілігі болуы мүмкін, ФСГ көбейіп кетуі мүмкін, ЛГ көбейіп кетуі мүмкін да. Иногда болады прогестерон жетіспейді да, или болмаса сіз емізбейсіз, даже тұрмыста да емессіз, но бізде көбінесе жас қыздарда болады, сізде пролактин гормоны көп болады, яғни сіз как будто емізулі әйел сияқтысыз. Міне осындай кезде бізде етеккір дұрыс келмейді. И кімде зобы бар, щитовидкамен проблема, и уақытылы дәрісін ішпесе, оның да етеккір дұрыс келмеуі мүмкін. Сондықтан сіз бұны жағдайда міндетті түрде бүкіл гормонға мәнсап сұрасыз. Гормонның өзінің тапсыру уақыты болады. Оның бәрін алып тұба бір күн тапсырып келіп, ертең сол пәленбай мың ақшаңыз далаға ұшып кетпеу үшін сіз уақытылы тапсыру керексіз. Бұл туралы даже маған Инстаграмға дайректке жазсаңыздар, жүкті болғым келеді деген, марафонды алғым келеді деп, бұл сіздерге бесплатно беріледі, яғни тегін түрде беріледі. Сол жүкті болғым келеді атты марафонда, соның ішінде біз анализдер қай күні, қай уақытта, қандай проблемамен, егер көтере алмай жүрсеңіз, қандай анализ тапсыру керексіз, оған қалай дайындалып бару керексіз, оған дейін қандай дәрілер іше тұруыңызға болады, қалай овуляцияны санау керексіз. Полностью барлығы соның ішінде тұр. Ол үшін сіз міндетті түрде Инстаграм парақшаға өтіп, сол жерге жүкті болғым келеді деп дайректке жазу керексіздер, подписация етуіңіз керек міндетті түрде. Міне, сонымен қатар сіз гормоннан бөлек жағдайда бізде болады стресс. Бізде көп әйелдерде қазіргі таңда екінші әйел дегенді қабылдамайды, негізінде
когда күйеуінің изменасын неде басқа нәрсесін естиді и бірден қатты оған удар болады да, әйелге бірден тырысады да, сонымен бірден қан кетеді. Сол қан кеткеннен кейін сол үйге текір дұрыс келмей қалады. Либо эндометриоз, либо аденомиозға ол асқынып кетуі мүмкін. Бұл уже стрессовый, да, яғни стресстің әсерінен етекір дұрыс болмауы. И сонымен қатар менің ең жек көретін препаратым бұл диферилин. Мен өте қатты ұнамайды осы препаратты шығарған адамға, мен білмеймін не үшін шығарғансың деп сұрағым келеді бар ғой. Не үшін сен препаратты шығардың деп та. Потому что диферилин сіздерге былай істерсе мүмкін. Мысалы, маған бір әйел келеді. Айтады, менде біріншісін көтердім, екіншісі кішкентай алтапада выкидыш болды, өзі түсіп қалды, сосын қан кетіп тоқтамағаннан кейін біз докторға баруға қорқып бір атаға бардық дейді. Сол жақтан бір жаңағы халық емі дейді, сол маған укол салды дейді. Уколдың атын ештеңе айтқан жоқ, мынандай кішкентай укол ит салды дейді. И көрсетсем тура сол диферилин саған. И то оны күніне 2 реттен 10 күн алған, получается 23 штук алған. И сол күйінде менің етекірім вообще келген жоқ дейді да. Солдан кейін келген жоқ дейді. Енді 3 жылдан кейін маған келіп тұр. Кеше біз УЗИ-ға түсірдік, 3 жылдан кейін, знаете, одан мынау аналық без уже ұйықтап қалған. Как будто оның аналық безі бір 55-60-дағы кемпірдікінде. Үлкен әйелдердің бірдей отыр. Неге? Потому что спящая яичников деген болады. Яғни ұйықтатып тастайды мынаның бәрін. Уже истощение болады. Уже ана гормоннан кейін мынау бізде оянбай қалады, өзінің жұмысын атқармай қалады. Міне сол себептен сіз ішетін кезде, Құдай-ау, мына дәріні ішіп жатсыз ба? Ашсай на Google-да, әшейінде бәрін сол Google-дан іздейсіздер ғой. Сол ішіп жатқан дәріңізді ашып Google-дан іздеуге болады ғой. Ішесіз де, қарайсыз, содан кейін барып ішіңіз да. Тіпті білмей қалған жағдайда да. Но неге? Мен бұны айтып жатырмын, потому что осы диферилиннен менде бір емес бірнеше әйел бар, осылайдан истощение яичники болып кеткен. И оның кетуі өте қиын. Ол үшін сіз плазмалифтинг аласыз, ол үшін сіз хиджама қойасыз, сүлік алсаңыз болады, гирототерапияда. Жаттығу жасайсыз, бірінші орында жаттығуыңызды жасайсыз. Одан бөлек лимфа застойды жеңу керексіз, контрастный душыңызды қабылдайсыз. И витаминді өте көп ішу керексіз. Миыңызды бүкіл стресстен шығарып дайындау керексіз. Мимен жұмыс жасайсыз, миға массаждар істейсіз. Бүкіл мынау омыртқаңыз сіздің былай полный даму керек, чтобы мына бүкіл оянып, сізде гормон дұрыс жасау үшін. Ол не только именно келіп аналық бездегі, ол бүкіл сіздің бүйрек үсті безіңіздегі гормон дұрыс емес, сіздің щитовидкаңыз дұрыс емес, сіздің басыңыз дұрыс емес, соның барлық рөл ойнайды. Сіздің даже сүт безіңіз гормоны дұрыс болмауы мүмкін. Түсінікті ме? Сондықтан сіз етеккіріңіз келмей ме? Спокойно жүріп, әріна бір дифастонды ішіп, утражистан ішіп, диферилин ішіп, тағы басқасын ішіп жүргенше, лучше конкретно емаңыз. Мен айтамын, ішпе демеймін. Ішіңіз, пожалуйста, сейчас кеп тұрған маңызды болса, ішіңіз сол утражистаныңызбен, дифастоныңызды, пожалуйста. Бірақ оған қосымша мынаны оятатын нәрсе ішсеңізші, қосымша D3 міндетті түрде. Кімде гормональды фон дұрыс емес, олар D3 міндетті түрде ішу керек. Комплексный витамин В, витамин Е обязательно барлық әйелге керек бұл витамин Е. Плюс ішінде хлоры бар витаминді ішу керек. Хлоримы бар. Бұл қандай фамвиталь, немесе дораксин, да, болмаса ацетаттар именно көп. Сол витаминдердің барлығын ішу керексіз. Неге? Сол нәрсе мынаны оятады. Бұны ояту үшін сіз массаж аласыз, барлығын көресіз. Яғни мысалы бүгін, мына қызға, бірінші қызға массаж көмектеседі, екінші қызға плазмалифтинг жақсы көмектеседі мүмкін, үшінші қызға гирототерапия жақсы көмектеседі. Неге? Потому что организм нені қалап тұрғанын біз білмейміз, нені себепкер етіп тұрғанын біз білмейміз. Бұны Аллах тағала білуші. Аллах бұл нәрсені себепке етіп қойған, и соны сіз таппайынша, пока сіз етекір дұрыс болмауы мүмкін, былай айтқанда. Сондықтан ішкіңіз келсе, гормонды прям шыдай алмай жатсаңыз, пожалуйста, ішіңіз етекіріңіз келу үшін қосымша бірақ жаңағылармен. И плюс гормон ішкен кезде міндетті түрде қанды сұйылтатын элементарно хотя бы аспиринді 1/4 бөлігін ішесіз, 4-ке бөлесіз, соның кішкентай 1 бөлігін күніге бір рет ұйықтар кезде ішуіңіз керек. Мындай осындай типте жүрген кезде сіз жаймендеп етеккіріңізді де емдей аласыз. Түсінікті ме? Ал егер аспаннан түс, алмапсы аузынан түс деп жүрген кезде сіздің етеккіріңіз вообще істемей, мына фолликулдар бәрі ұйықтап қайтып оянбай қалуы мүмкін. Қанша ерте сонша, себебі бұрынғы уақыттағы климакс қазір жоқ. Даже бізде бұрынғылармен салыстырсақ, бұрынғы 70-дегі шалдар күшті жүретін, қазір 50-дегі шалдың өзі зорға жүреді, былай айтқанда, то же самое. Бұрынғы аналарымызбен бізді салыстыру уже сәйкес келмейді, дұрыс емес. Себебі бұрынғы аналар бүкіл нәрсеге үлгерген, қазір сіз ештеңеге де үлгермейсіз. Элементарно үйіңіздің кірін жуып, тамағыңызды пісіруге даже үлгере алмайтын кездер болады. Поэтому разница өте үлкен. Біз байқамаған халде өте үлкен. Біз негізінде әлсіздеуміз бұрынғы аналарымызға қарағанда, бірақ оны мойындау, түсіну бізге қиынырақ өкінішке орай да. Сондықтан денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Сіздердің денсаулықтарыңыз тек сізге ғана маңызды, басқа ешкімге емес. Себебі бұл аманат сізге берілген, басқаға емес, да. Соны дұрыс сақтай біліңіз. Иншалла сіздерге ем болсын.
түсінбеген сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады. Болмаса дайректке жаңағыдай бізден тегін марафон алсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған доктор Сейтжаппаровна, Instagram парақшамда Туров Дра Сейтжаппаровна табу өте оңай деп ойлаймын. Барлықтарыңызға мың алғыс.